Қу түлкі. Жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп, «Мені жей алмайсың, мен осы орманға қожалық етуге келгенмін», дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір, былай бір қарап, сенбей, «Мүмкін емес», дейді. «Сенбесең, менімен бірге орманға жүр. Ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көресің», дейді. Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп, аңдар мен құстар зәресі ұшып, тым-тырағай қашады. Ұялары мен үндеріне тығылып, аспанға ұшып кетеді. Ал қу түлкі басын онан сайын көтере түсіп, «Ал енді көзің жеткен шығар, менен қорықпайтын жан бар ма тірі?» деп мақтанады. «Я, сен шынында да айбарлы екенсің», деп алданған жолбарыс жайына кетеді.